Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді болып пісетін қазының жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін чесногымызды тазалап, содан соң ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап турап болған соң оны ыдысымызға салып, қазылық етімізді үстіне саламыз. Тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Менде ішек 1 метр, оны 2-ге бөліп істедім. Бір ұшын байлап аламыз. Содан соң етімізді ішіне тығыздап саламыз. Тығыздап салмасақ, қазы кепкен кезде жіңішкеріп қалады. Сондықтан барынша тығыздап сала берген дұрыс.